Қымбатты көрермен, дәл қазір аздаған үзіліске кезек береміз. Одан кейін 4-ші ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні екенін естеріңізге саламыз. Қымбатты көрермен, маманға қояр сауалыңыз болса хабарласыңыздар. Бірер минуттан кейін сұхбаттасамыз. Жібек жолы арнасы біздің арна қосылу болсын. Құрметті көрермен, тікелей эфирде бүгін лай бағдарламасы және маман кеңесі Айдар. Айдарымыздың қонағы онколог, және ол кісіге сауалыңыз болса, тікелей эфирге қоңырау шалыңыз. Ал мен әріптесім Айгүлге сөз тізгінін берейін. Рахмет, Еламан. Студия қонағы ұлттық ғылыми онкология орталығының арнайы дәрілік терапия бөлімшесінің меңгерушісі Нұрбол Елемесов мырза. Және қымбатты көрермен, естеріңізге салайын, егер қонағымызға қояр сауалыңыз болса, мархабат, тікелей эфир желісі ашық, бізге хабарласыңыздар. Нұрбол мырза, қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін 4-ші ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні. Енді сұхбатымызда мына ең маңызды сауалдан бастасам деймін. Қатерлі ісіктің алдын алуға бола ма? Әрине болады. Әр адам өз өмірінде, өз денсаулығына өте сондай көңіл аудару керек. Қазір біздің бағдарламалар бойынша мемлекеттің жалпы мемлекеттік бағдарламалар жаңағы сол бойынша скринингтік программалар бар. Скрининг программалар, олардың негізгі мақсаты қатерлі ісіктердің бастапқы сатыда анықтау. Сонымен қоса қатерлі ісіктерді анықтау. Ол скринингтік программалар кейінгі кезде өте жақсы бір нәтижелер беріп жатыр. 5 жылдың көлемін салыстыратын болсақ, қазір қатерлі ісіктердің анықталуы бастапқы сатыда өсіп тұр. Өлім жітім көлемі азайып жатыр. Ол бұлай жақсы көрсеткіш, себебі бастапқы сатыда, бірінші, екінші сатыда анықталған онкологиялық ауру 95-100%-ға емделіп кетуге барлық мүмкіншілік бар. Қанша пайызда? 95-100%-ға дейін 100%-да егер алдын алса, ертерек анықталса, емделуге. Ертерек анықталып, ауру үдемей тұрған кезде ем басталып кететін болса, жаңағы біздің онкологиялық орталықта емнің негізгі өз онкология үш түрі жүргізіледі. Ол жаңағы дәрілік терапия, химиотерапия дейміз, химиотерапия, таргентный терапия дейміз, сосын иммунотерапия, хирургиялық ем, кейбір локализациялар бойынша негізгі ем болып табылады. Одан кейін жаңағы сәулелік ем дейді, жаңағы лучевая терапия дейді. Сол бізде сонымен қосар тағы да қазір орталық Азияда бірден бір жақсы емдеу түрі, ол протондық терапия қазір бар. Сондықтан бастапқы сатыларында ауру тез анықталып, бастапқы сатысында ем неғұрлым ертерек басталса, соғұрлым нәтижеті жақсы болады. Нұрбол мырза, жаңа өзіңіз тілге тиек еттіңіз, жаңа скринингтің нәтижесінде көп азаматтарымыздан ертерек жаңа онкология белгілері анықталды деп. Енді жас ерекшеліктеріне тоқталсаңыз, қандай жастағылар қазір кезде бұл қатерлі ісікке душар болып жатыр? Енді жалпы статистиканы алатын болсақ, дүние жүзі бойынша ең көп таралған әйел адамдар арасында ол омырау безінің қатерлі ісігі. Сондықтан скринингтік программа бірінші орында ол скринингтік омырау безінің қатерлі ісіктерін анықтау, бастапқы сатыда анықтау үшін нақты бағытталған. 40 жастан 70 жастағы әйел адамдар 2 жыл сайын скринингтік программа өтіп отыру керек. Скринингтік программаға көбінесе маммография жатады. Негізгі зерттеу түрі болып табылады маммография, одан кейін екінші УЗИ, жаңағы егер биопсия керетін болса, егер бір түйіндер анықталып жататын болса омырауда. Ол да скринингке кіреді? Ары қарай, ол тегін өте алады? Ол тегін өтеді бәрінде. Себебі скринингтік программаға мемлекеттің торабынан қаржылық көмек бөлінеді. Сол бойынша әрбір поликлиника содан скринингтік программалар өтуге болады. Сол сияқты жатыр мойның қатерлі ісігі бар. Ол визуалды локализацияға жатады, жаңағы омырау безі мен жатыр мойны. Ол сол сияқты скринингтік программа жатыр мойның қатерлі ісігі 30-70 жас аралығындағы әйел адамдар жаңағы мазок тапсыру, сондай нелер пап-тест дейді жаңағы, сондай негізгі атипиялық клеткаларды анықтау, сондай скрининг программаға жатады. Сосын үшінші жаңағы ішек қатерлі ісіктер дейді, колоректальный рак дейді. Ол да белсенді көп тараған, ол да
жаңағы гемокульт тест дейді. Егер үлкен дәреттің құрамында қанның белгілері болып жататындай болса, ары қарай колоноскопиялық зерттеуге жібереді. Енді ол мысалы қан болғаны жалғыз қана рак деген сөз емес. Ол бір полиптар болуы мүмкін, жаңағы жар аурулар болуы мүмкін, жаңағы неспецифический язвенный колит дейді, сол сияқты мысалы. Соның бірінші гистологиялық зерттеуге жібереді. Жаңағы полиптарды алып, гистологиялық зерттеуге жіберіп, содан кейін ісік болса да, жара болса да қандай түр екенін анықтау керек. Неғұрлым әріптес рұқсат етсең, мен де әңгімеге араласайын. Нұрбол мырза, көп рахмет. Студияға келгеніңізге алғыс. Енді біраз ақпаратты біліп қалдық қой. Енді күні кеше ғана шыққан статистикалық деректі айтсам деп отырмын. 2025 жылы Қазақстанда 43 мыңнан астам жаңа онкологиялық науқас тіркелді. Енді ал жалпы ел бойынша қатерлі ісікпен өмір сүріп жатқан адамдар саны 246 мыңнан астам. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 6,6%-ға көп. Енді дегенмен 25 жылы скринингтік бағдарламалар кеңейтіліп, диагностика сапасы да артқан. Енді сұрақ, қандай жүйелі жұмыстар тағы да жүргізіліп жатыр және тұрғындардың өзінің жауапкершілігіне не кіреді? Қалай алдын ала аламыз? Әр адамның жауапкершілігі, жаңағы денсаулық зор байлық деген бар бізде. Әр адам өз денсаулығына қарап жүру керек. Қазіргі заманда адамдардың жаңағы өмір сүру қалпы, тамақтану, жалпы кей жерлерде экология, соларға байланысты адам өз денсаулығына қарап жүру керек. Ешқашан бір жер ауырып қалса, мысалы бір ауруларда ешқашан оған бұлай жай қарамау керек. Тексерілу керек, мамандарға бару керек. Қазіргі жағдайда медицинада барлық жағдай жасалған, жаңағы поликлиникалар, қазір бәр жерде дәрігерлер бар. Сондықтан енді скринингтік программалардың арқасында қазір аурулар, біз өзіміз статистикадан да қарап отырамыз, күнделікті науқастарды емдегенде бар локализациялар өкінішке орай 3-4 стадияда қана анықталып жататын ондайлар бар. Оның жасыратын ештеңкесі жоқ. Себебі жаңағы ол көбінесе мына ішкі рактар деп айтамыз біз, ол жаңағы асқазан, ұйқы безінің қателікстері, кейде іштектікі де болып жатады кей жағдайда. Ол адамдардың уақытылы дәрігерге қаралмағандар. Мысалы, ішім ауырды деп бір дәрі ішіп жүре береді адамдар, жұмыс бабымен жүре береді, бір жерге кетіп қалады, тағы да қорқыныш үрей пайда болады адамдарда, мысалы жаңағы естуге, баруға, естуге, сондайға қорқыныш үрей бірінші орында сол болады да, одан адамдар уақытылы қаралмайды. Қаралатын уақыттары қатты ауырсын күшейген кезде, жаңағы мысалы қан кеткен кезде, шарасыздан, амалсыздан, қатты дене қызуы көтерілген кезде, мысалы сондай жағдайларда уже басқа нәрсе қолмен жасай алмағаннан кейін дәрігерлерге келеді. Өкінішке орай енді онкологиялық ауру ісіктердің жалпы биологиялық тұрғыдан бар ісіктердің түрлері, тез дамитын ісіктер болады, және баяу дамитын түрлері де болады. Сол тез дамитын ісіктер жаңағы ұйқы безінің ісіктер көбінесе, асқазан ісіктер көбінесе тез дамиды. Мысалы, олар бірнеше айдың ішінде ісік жаңағы 1 сантиметрден бәленбай сантиметр өсіп кетуі мүмкін. Ол қанауы мүмкін. Ол түскен тамақты қорытпайды асқазан. Және жалпы мына ас қорыту жүйесінің барлық функциясын бұзады. Көрдіңіз бе сол. Сондықтан енді адам ең бірінші өз-өзіне қарау керек. Жыл сайын жұмыс істеген адамдар болсын, профилактикалық жаңағы қараулардан өтіп тұру керек. Жаңағы флюорографиямыз бар. Мысалы, мен өз практикамда кездестірдім, 35 жыл асқазан тексертпеген адамдар бар. Енді неге тексертпедіңіз деп сұраған кезде ештеңке мазалаған жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Ауру, әрбір ауру ол өз белгісін береді, бірақ адамдар оны кішкене мән бермейді, қарамайды, жүре береді. Нұрбол мырза, өзіңіз айтып отырсыз ғой, көп жағдайда қорқыныш үрей, жаман диагноз қояма деп көп жағдайда азаматтар бармай жүреді деп. Қандай маман ретінде, дәрігер ретінде қандай ақыл кеңес бересіз? Қорқынышты жеңу керек пе әлде? Енді жалпы онкологияны алатын болсақ, қазір бізде біздің мемлекет дүниежүзі бойынша барлық онкологиялық науқастарға барлық ем түрі, зерттеу түрлері тегін. Қазір ол кісіде жаңа бағдарлама бойынша ол кісіде жаңағы страховкасы бар ма, жоқ па деген сияқты оған қарамайды.
барлығы тегін, бәрі қол жетімді былайша алғанда. Поликлиникасынан барса да тағы да бір жаңағы ФГДС өтсөді деген сияқты. Барлығын терапевт дәрігерге жазылып, жаңағы барып қаралу керек. Енді онкологиялық диагноз қойылған күннің өзінде адамда ол өзінің ана қорғаныш реакциясы дейді ғой, адамда ол үрей болады, әрине. Оны адам бірден ойлайды, ой, мынау жазылмайтын ауру, баяғы жаман ауру деп бұрын қазақта айтатын жаман ауру деп. Қазіргі жағдайда бұндай жаман ауру, емделмейтін ауру деген көп ондай не жоқ, тұжырым жоқ. Қазір яғни қоғамда сол ойды бұзуымыз керек. Сол ойды бұзуымыз керек. Медицинаның даму бойынша қазір инновациялық препараттар бар. Қазір операция жасау жағы өте жаңарды қазір. Соның бәріне сене отырып, ең бастысы дәрігерден қорықпау керек, қаралудан қорықпау керек. Жаңағы барлық үлкен центрларда психолог дәрігерлер жұмыс істейді. Психологтарға барып, бізде кішкене психолог дегенде басқалай қабылдайды біраз адамдар, бірақ өте керек мамандар сол кісілерге барып. Яғни орталықтарда психологтар бар. Орталықтарда психологтар бар, штатта психологтар бар. Сол кісілермен консультация алып, өзі сөйлесіп, барлығы орнығып, жақсы бір несіне келген кезде ол барып дәрігерге барып емделу керек ары қарай. Жақсы. Нұрбол мырза, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Біз сіз тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Мен онколог маманына бір сұрағым бар. Мен жасым 25-те. Менің ойымда бес ғой, сол бес ісіп тұр. Соны мен қалай кетірсем болады, онкологқа көрінуім керек па? Сол бойынша кеңес алайын деп едім. Қай жеріңіз ісіп тұр, түсінбей қалдық? Мойнымда без. Без, мойнымда без дейді. Онкологқа бару керек пе, не істеуім керек дейді. Рахмет сауалыңызға. Саламатсыз ба, рахмет сұрағыңызға. Енді мойындағы без дегеніміз, бұл без дегенді біз қалай түсінуіміз керек? Бұл жалпы ағзаның қорғаныш заты без дегеніміз. Жаңағы суық тиген кезде, жаңағы болады мойындағы тісіңізде егер бір асқынулар болса, тіс емдеген болсаңыз, мысалы жаңа кариес дейміз, тағы да бір парадонтоз дейміз, неше түрлі аурулар бар. Сондай кездерде мойындағы нелер сынуы мүмкін. Ол үшін сіз терапевт дәрігерге бірінші қаралып, УЗИ деген ультра дыбыстық зерттеу өткізуіңіз керек. Ультра дыбыстық зерттеу ары қарай көреді. Бұл жай ғана үлкейіп тұрған без бе? Немесе қандай без екенін сізге ультра дыбыстық зерттеу көрсетеді. Бірінші сіздің жасау керегіңіз сол. Жақсы. Нұрбол мырза, жаңа скрининг туралы айтып жатырмыз ғой. Мен айналамда бір таныс келіншектер бар. Сол кісілердің айтуынша скрининг мысалы бір жылда омырауды да тексеруге жатыр, жаңағы мойнында тексеруге бір жылда дәрігерлер рұқсат бермейді екен. Сонда кезек-кезекпен қалай осының ара жігін ажыратып түсіндіріп оны енді көрдіңіз ба, бұның бір нақты мен регламентінің бұрада білмейді екенмін. Скрининг программа жас ерекшелігіне байланысты, жаңағы айтқан 40 жастан 70 жасқа дейін әйел адамдар жатады деп, олар жоспар бойынша өту керек. То есть скрининг дегеніміз бір ана тез барып өте салатын нәрсе емес. Бұл жоспар бойынша. Жоспар, скрининг өзі программасы бар, скрининг бойынша науқас емес, енді қаралатын адамдардың тізімі жасалады, сол бойынша поликлиникаға шақырады, сол бойынша мынандай өтуіңіз керек, келесі жолы осындай өтуіңіз керек деп солайынан жазып береді. Яғни бір жылда бірден бәрі өтуге болмайды. Егер жоқ, әйел адамды мазалап атса, әйел адам жаңағы өзі омырауынан түйін тауып алса, омырау сыздап мазалайтын болса, қызарып кетсе, жаңағы тағы да бір нәрселер бөлініп жататын болса, жаңағы ондай нәрселер болатын болса, әрине ондай нәрселерде маммолог дәрігеріне бірден барып қаралу керек. Оны тосып. Менің бір сұрағым бар еді Нұрбол мырзаға. Нұрбол мырза, енді айтып жатырмыз ғой, әйелдердің жалпы осы ең жиі кездесетін онкологиялық ауру ол омырау обыр деп. Ал ер азаматтарда қай обыр түрі жиі кездеседі жалпы? Жалпы дүниежүзілік статистика бойынша бірінші орында ол өкпе қатерлісігі. Негізі ер адамдардың арасында. Ер адамдардың арқасында. Енді ол ер адам жалпы жаңағы темекі тарту дейміз, жаңағы жалпы өзі ер адамдар сол ауруға біраз жақын келеді, әйел адамдардан қарағанда. Көбінесе енді темекі тартумен ол нақты дәлелденген, темекі тарту соған әкелетін, енді ол 100% деп айта алмаймыз, бірақ темекі тарту көбінесе сол негізгі соның бір... Неліктен ер адамдарда осы қатерлісік көп тараған?
Немен байланысты ол? Енді өкпенің қатерлісігі жаңағы, мен ойлаймын, енді әйел адамдар мен ер адамдарды салыстырсаңыз, бәрі ер адамдар жаңағы темекіні де көп тартады, ер адамдар көп жұмыс істейді, ер адамдар көп психоэмоционалдық жағдай әсер ете ме? Бұның бәрі этиологиялық факторлар көбінесе ер адамдар. Енді этиологиялық фактор ол көп. Жаңағы бірінші орынға темекі тартуды алсақ, енді басқа да этиологиялық факторлар көп. Нұрбол мырза, енді қатерлі алдын алу біраз ақыл кеңес айттыңыз ғой. Одан өзге қазір Wi-Fi желісі бар, иә? Онсыз өмірімізде елестету мүмкін емес. Қандай бір қоғамдық орындарға, сауда орталықтарына барсақ та, барлық жерде Wi-Fi желісі қосылып тұр. Үйімізде де. Осы желінің қандай да бір әсері бар ма? Жалпы енді зияны деген сияқты. Жалпы Wi-Fi дұрыс айтасыз, бәрімізде бар. Онсыз енді өмірде де келмейді ол, бірақ жалпы Wi-Fi нақты осы онкологияға бір себебі деп айта алмаймыз ол жағын. Енді қалай күтіну керек? Қандай ақыл кеңес бересіз? Тамақтану, ұйқы режимін, стрессті азайту, оны түсіндік. Бұдан өзге? Ең бастысы сол өмір салты көбінесе. Жаңағы негізгі бізде негізгі мәселе адамдар уақытылы қаралмайды. Шынымен қаралмайды. Үлкен қалаларда тұратын адамдар, олар жұмыс ерекшелігіне байланысты жыл сайын бір профилактикалық тексеруден өтіп отырады. Алыс жерде тұратын адамдар, ауылда тұратын адамдар, мысалы бар адамдар бәленбай жыл флюра өтпеген, тексеруден жалпы өтпеген, ештеңке мазаламайды деп көбінесе сондай адамдарда көп анықталып жатады, бірақ бір уже асқынып кеткен сатыларында көбінесе сол. Нұрбол мырза, уақытымыз шектеулі, сұхбатымыз аяқталып келеді. Соңғы сұрақ болсын. Жалпы әлеуметтік желіден оқып жатамыз, психологпен жұмыстың арқасында жаңа қатерлі жеңді деген. Бұл қаншалықты рас? Яғни мида деп жатады. Қараңыздар, енді психолог дәрігер жалпы адамды жаңағы ауруынан, психологиялық ауруынан арылуға көмектеседі. Бірақ ол ісіктің көлемін, ондай нәрсені ол емдей алмайды толығымен. То есть психологиялық адам медициналық ем-домды жоққа шығармайды. Дегенмен мида тазалау арқылы жаңағы әртүрлі реніштен арылу арқылы мамандар көмектесіп жатады дегенде оқимыз. Жоқ, көбінесе ол психологиялық көмек адамдарға. Онкологияны емдейтін өзінің тәсілдері бар. Медицина дейсіз. Жақсы. Нұрбол мырза, уақыт бөліп студиямызға келіп жан-жақты түсіндіргеніңізге алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Пациенттеріңіз болмасын деп тілейміз. Ауырғанша ауырмайтын жол іздеудің амал тәсілдерін қарастыру керек деп есептейміз. Рахмет айтамыз.